Қайырлы кеш, ханымдар. Біздер әрдайым әдеміде жас көрінуді қалаймыз. Ал ол үшін теріге тек сырттай күтім жасау аздық етеді. Сонымен қатар тамақ рационды дұрыстауымыз керек. Бүгін осы тақырып жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ал сіздер контентімізді қолдап, тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Тері әдемілігін ұзағырақ сақтап қалу үшін косметологтар мына тағамдарды үнемі қолдануға кеңес береді. Бірінші, теңіз өнімдері және майлы балықтар. Омега қышқылының есебінен тері жағдайын жақсартады. Келесі, С дәруменіне бай азық-түліктер. Барлық цитрустар, болгар бұрышы, қызанақ және орам жапырақта антиоксидант болып табылатын С дәруменінің көзі десек болады. Сонымен қатар С дәрумені тамыр қабырғаларына әсер етіп, коллаген синтезін ынталандырады. Ал коллаген жетіспесе, тері әлсіреп құрғақ болады. Жасыл және қызғылт түстес көкөністер. Бұл түстерде көкөністерде, яғни сәбіз, асқабақ, тері үшін өте қажет А дәрумені мол болады. А дәруменінің жетіспеушілігі терінің құрғауына, қабынулардың және еріннің айналасына шығатын жаралардың пайда болуына әкеледі. Келесі, жаңғақтар. Антиоксидант болып табылатын Е дәрумені өте бай. Е дәрумені қартаю процесін тежейді, сондай-ақ ультракүлгін сәулелердің әсерінен қорғайды. Тұтас дәнді дақылдарда Б, Е дәрумендеріне және май қышқылдарына бай. Әсіресе зығыр тұқымында бұлардың бәрі бар. Зәйтүн майы тағаммен тұтынумен қатар үй жағдайында маскалар мен иіс майларға да қосылады. Себебі құрамында Е дәрумені өте мол. Сүзбе, селен және Е дәруменінің көзі болып табылады. Бұлар өз кезегінде тері қартаюының алдын алады. Ет және бауырдан жасалатын тағамдар А, Б дәрумендері, тиамин, фолий қышқылдарының көзі болып табылады. Әсіресе пипи дәруменін алу үшін міндетті түрде рационға қосыңыз. Мінекей сұлуларым, бүгінгі видеодан да біраз мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Әрдайым әдеміде сұлу болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.